Баршаңызға сәлем. Бүгін қонақтарымыздың көңілінен шығатын ресторандағыдай қытырлақ баклажаннан салат жасаймыз. Бізге небәрі баклажан, қызанақ, петрушка және сарымсақ қажет. Баклажанның қабығын тазалап, төрт бұрышты қылып тураймыз. Мен қолданған мөлшерде бір үлкен тарелка салат шығады. Сіздер өз керегіңізге қарай мөлшерін 2 есе, 3 есе көбейтіп аласыздар. Баклажанымызды тұздап, шетке 5 минуттай уақытқа алып қоямыз. Әзірге қызанақтарымызды турап дайындаймыз. Қызанақтың езілмеген етті түрін таңдағаныңыз жөн. Черри помидорын алсаңыз да болады. Черри помидорын қолдансаңыз, оны тек 2-ге бөле саласыз. Ары қарай петрушка немесе кинзаны майдалап тураймыз. Бізге кинза онша ұнамағандықтан мен петрушканы таңдадым. Туралған қызанағымыз бен петрушкаға сарымсақты езіп немесе майдалап турап қосамыз. Кішкене тұз қосып араластырамыз. Ал енді баклажанға жүгері крахмалын қосып араластырамыз. Баклажандарымыздың қытырлақ болу құпиясы дәл осы жүгері крахмалында. Крахмалдың басқа түрін немесе ұн пайдаланбаймыз. Табамызға май құйып қыздырып, баклажандарымызды салып қуырып аламыз. Баклажандарымыз бір-біріне жабыспай, арасы ашық болып қуырылу керек. Сонда баклажандарымыз қытырлақ болып қуырылады. Мен баклажандарды 2-ге бөліп қуырып алдым. Дайын болған баклажандарымызды қағаз майлыққа жайып, салып аламыз. Баклажандарымыз қуырылып дайын болды. Енді салатымызды тарелкаға әдемілеп жинаймыз. Үлкен тарелкаға туралған қызанақ пен петрушканы салып, жайып алдым. Қызанақтың үстінен жаңағы қуырылған қытырлақ баклажандарымызды салып шығамыз. Магазиндерде сатылатын осындай кисло-сладкий соусын үстінен құйып шықтым. Ащы мен тәтті үйлескен керемет дәм береді. Кисло-сладкий соустың басқаша түрін алып қолдансаңыз да болады. Сәнділік үшін салатымыздың үстінен кунжут септім. Қаласаңыздар салатқа творожный сыр қосып әрлендірсеңіздер болады. Дайын салатымызды дастарханға ыстық күйінде ұсынған жөн. Себебі біраз уақыт өткеннен кейін баклажандарымыз қытырлақ болмай қалады. Лайк басып арнама жазылыңыздар, ас болсын.